Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, хрустящий шеф-повардың өзінен үйренген идеальный чебурекидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы 125 грамм сүтімізді ыдысымызға құямыз. Оған бір жұмыртқамызды қосамыз. Аздап жарты шай қасықтай тұзымызды да қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, араластырып алғаннан кейін ұнымызды аз-аздан қосып, қамыр илейміз. Қыздар, осы рецепттің барлық грамдарын, рецептісін описание бөлімінде қалдырып кеттім. Сол жерден көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай керемет, идеальный, хрустящий чебурекидің нәтижесіне жететін боласыздар. Мінекей достар, нәтижесінде осындай қаттырақ иленген қамыр дайын болады. Бетін жауып, 1,5-2 сағат бөлме температурасында тындырып қоямыз. Начинкасына 2 орташа пияз 300 грамдай болады. Кубиктап, ұсақтап турап аласыздар. Мен 500 грамм тауық етін дайындап қойдым. Төс етінен дайындадым. Енді қызып тұрған табамызға аздаған май құйып, сарымсағымызды 3-4 минут қуырып аламыз. Қатты қызартып керек емес. Қатты қызарып кетсе, ішінде әдемі көрінбей қалады. Осының үстіне 500 грамм фаршымызды қосып, жақсылап дайын болғанша піскенше қуырып тұрамыз. Мен орташа отта әдемілеп жақсылап пісіріп алдым. Тұзы мен бұрышында қуырып жатқан кезде салып аласыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты тұз бен бұрышын қоссаңыздар болады. Достар, мен осы айдың соңына дейін 1000 подписчик жинаймын деп өзіме мақсат қойып отырмын. Сол мақсатыма өз үлесіңізді аз да болсын қосып, міндетті түрде подписаться ете кетсеңіздер, мен үшін үлкен мотивация болатын еді. Мінекей достар, біздің начинкамыз дайын. Енді осыны қазір қамырын жайып, салып түйетін боламыз. Құрметті оқырмандарым, қамырдың жұқалығы орташа болу керек, қатты жұқа да емес, қалың да емес. Сонда өте жақсы болып пісіп шығады. Қамырымыз ұзақ тынғандықтан тез біркелкі жайылып жатыр. Қыздар, мантының қамырын жасаған сияқты қамырларымызды бірінің үстіне бірін қатпарлап жинаймыз. Кейіннен екі жақ шетін бірдей етіп алып тастаймыз. Бұл жерде мен бірдей 5 бөлікке бөлдім. Енді осы 5 бөлікті бірінің үстіне бірін қойып, орташа бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қыздар, қамырларымызды ашып дайындап алғаннан кейін фаршын толтырып салсаңыздар болады. Піспей қалады деп қорықпайсыздар, себебі біз етімізді алдын ала қуырып дайындап алдық. Түйілуіне келетін болсақ, 4 жақ басын қосып, көтеріп ұстап тұрып, жан жағын аккуратно жабыстырып аламыз. Мен сіздерге түсінікті болсын деп ақырын түсіндіріп жатырмын. Бұл чебурекидің бір ерекшелігі, дәмі өте дәмді. Тура осы рецепт бойынша жасасаңыз, сіз бірінші рет жасап тұрсаңыз да өте дәмді болып шығады. Чебуректерді саларда бетін осылай төмен қаратып саламыз. Төмен қаратып салмасаңыздар ашылып, майы шашырауы мүмкін. Отын міндетті түрде орташа қылып қуырыңыздар, себебі қатты қылсаңыздар, дайын болғаннан кейін
қамырларыңыз жұмсақ болып қалады. Мінекей достар, 2-3 минутта қызарып, осылай қызарып жатқан кезде аударып аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Келесіде дәл осы рецептпен жасайтын боласыз, себебі бұл шеф-повардан үйренген идеальный рецепт. Қыздар, қараңыздар, қандай әдемі болып қызарып пісіп жатыр. Мінекей достар, осымен біздің өте әдемі қонақ дастарханымызға қоятын чебуректеріміз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріп, менімен нәтижесімен комментарий бөлімде бөлісе кетіңіздер, лайк басып подписация етіңіздер. Мен біреуін ашып көрейін. Мінекей начинкасы солы болып өте әдемі болып тұр. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.